Бүгін өздеріңіз түсінгендей, менің туған күнім. Көп рахмет, көптеген адамдар тілектерін жазып жатыр. Енді баршасын мен өзімнің сторисіме ала алмай жатырмын, өйткені өзімнің контентімді жүргізуім керек болып тұр. Сториста енді үлгергенімше алатындарды алып жатырмын. Маған тілеген тілек дұғаларыңыз өздеріңізге еселеніп қайтсын. Маған не тілейсіздер, сіздерге де дәл солай тілеймін. Аман болайық. Ал құрметті достар, мен Алматыға келіп алдым. Аллаға шүкір, жақсы аман есен жеттім. Достар, менің осы ескі жасыма ешқандай өкпем жоқ. 24 жасыма, өйткені көптеген өмірімде өзгеріске ұшырады. Жеткен жетістіктерім өте көп болды. Жетпей қалған нәрселерім болды. Оларға мақсатымды, целімді дұрыстап қойып, 25 жыл жететін боламын. Ал осы 2024-те менің жеткендерім ең бірінші жерде тұр. Ол менің автокөлігім, және де екінші мен бойға шықтым, жекпе-жекке шықтым. Ол жерде де мен өз-өзімді көрсете алдым, қандай екенімді, қандай мықты екенімді. Және де қосылайықта ханзадалықта болдым, ханзадалықта қатыстым, ханзадалықты алдым. Ол да мен үшін бір жетістік. Және де өзімнің бизнесімді, өзімнің кәсібімді бастадым, Нұрдей өнімін жасадым. Қазір халыққа көрсетіп жатырмын. Негізі жетпей қалған нәрселерім де өте көп, бірақ оларға мен Алла қаласа осы 25 жылы жететін боламын. Оның барлығы сіздермен және мен болып бірге жетеміз. Құрметті достар, және де айта кетейін дегенім, мен осыдан 3 күн бұрын осы цифрға жеттім. Аллаға шүкір, оның барлығы сіздердің арқаларыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Енді сіздерге сұрақ, мынаған қашаннан бері тіркелгенсіздер, және де менің қай тұстарым ұнайды, қай тұстарым ұнамайды, соның барлығын осы окошқа қалдырамын. Сол жерге баршаларыңыз жазып кетіңіздер. Жарай ма? Баршаларыңыздан активіңіз күтемін. Альмира ханым қайықта? Альмира ханым ба? Декретте ғой. Сенген Альмира ханым ғой. Менің көзіммен Құрметті оқырмандар, бұл өмір қиын екен, бұл бәлеге Wi-Fi керек, интернет керек, топ көзі керек, осындай локация керек, жанда болу керек, көрсету керек, бұған жанда жүріп. Ертең айтсаң аузымнан қағып алады, сразу видеоға түсіріп алады. Қорқатын болып жанында жүріп кішкене. Сондай ма? Сондай біз ойды. Қыздар, холодный кофе жасаңыз, мен лайфхак. Кофе кішкене су қосып, осылай. Ертең жасасаңыз қант қосып еще. Жоқ, сүтті қоясың. Лед. Неше? Осы араластырасаңыз ба? Пенка. Сахар кішкене қостым, иә? Кофе? Иә? Ага. Пенка. Қазір просто стаканға мед, ой, мед, лед и молоко. Лайфхак. Қазір сүт, лед менде жоқ, қыздар, лед. Фруктовый жасағым. Этот. Ой. Сақа лед. Пенка лед. Аз болып қалды ғой. Қыз болған кезде осының бәрін қолданасың, білесің ба? Бірінші бетіңе пенка жағасың. Негізі пенкадан кейін тонер қолдану керек. Менде бетімде ешқандай SPF или мазотональный крем жоқ, сол себептен бұл жолы тонерді қолданбаймыз. Бұл бізде беттегі әжімді кетіріп, ертең сен жегенде. Ал қайыр кеш, ассалаумағалейкум. Эфирден шығып, бірақ эфир ғой бір қарны ашқан кезде ойлайсың, бүгін осындай жегім келіп тұр. Кәуап шашылып жегіміз келіп. Алыш бар. Және мені өсеу ба? Сонда, короче, ас басында болыңыздар. Сіздер де ауқымдан жағынан не жатсыңыздар. Ас басында болыңыздар.
Бізде японский Қазір бір нәрсе айтамын, қатты сөгудің мені кінәлаудың қажеті жоқ, барлығын түсіндіріп өтемін. Мен мокконы өзімнің оқырмандарымның арасында кім алғысы келеді соған беремін. Не себепті олай жасап жатырмын білесіздер? Басында мокконы бірінші маған подарить еткен кезде менің мысық ит асырау ойымда болмаған. Мен әрине оларды өте қатты жақсы көремін, кейін приют ашқым келеді да. Бірақ кейін өзімнің квартирам болған кезде қазір үйім жоқ қой, сол кезде ғана асырау ойда болған. Потом маған оны подарить еткеннен кейін мен оған ответственность алып, оны мен қалдыра алмаймын ғой. Содан кейін мен осы уақытқа шейін қарауға тырыстым. И мен оны Астанадағы сестрамның қолына берген болатынмын. Олар тоже өте мысықты қатты жақсы көреді. Бірақ оларды тоже қазір Россия, Москва жаққа жұмысқа кететін болғандықтан мысықты өздерімен бірге алып кете алмайды, қалдыра алмайтын болғаннан кейін мен оны Алматыға алып келдім. Тоже олар хотели, типа Астанада біреуге береміз бе? Айттым, сенбеймін, ешкімге берме деп өзім Алматыға алып келдім. Қалай алып келген барлықтарын өздеріңіз білесіздер. И вот осы жаққа алып келген кезде басында мен өзіме қалдырмақшы болғанмын, өзім асыраймын, все ешкімге бермеймін деген сияқты. Хотя менде келесі жылға тоже басқа пландар бар, бұл Алматыда қалмаймын, бірақ бір жыл по-любому өзімде қалдырамын деп ойладым. Бірақ қазір менің өз Алматыда квартирам болмағандықтан менімен бірге қасымда тұратын адамдар көп адам қарсы, сол тұратын үйдің егесі де қарсы, қасымдағы көршілер. В целом айтқанда білмеймін, үлкен проблема болып жатыр. Сондықтан менің бір жақсы бір оқырманыма бергім келеді. Кім алғысы келеді, кім шынымен қараймын дейді, өтінемін. Мен тек қана жауапкершілігі бар адамға бергім келеді. Себебі білесіздер, мокконы мен қалай жақсы көретінімді, ол домашний мысық, мүлдем далаға шықпаған, лотокқа барады, специально өзінің қорымы бар деген сияқты. Егер де өздеріңіздің үйлеріңіз болса, шынымен де қарайын десеңіздер, потому что ол бір қараған адамға өте қатты үйреніп қалады. И каждый вот сол Астанадан алып келгеннен кейін мен өзім оған специальный такой үстірт жабдық лоток заказ берген болатынмын. 25 килограммдық такой туалеті барлығын мен беруге дайынмын. Бірақ маған тек жақсылап қарайтын адам болса, басында кішкене үйренгенше мен өзім барып көріп тұруыма қарсы болмасаңыздар, сосын кейін жалыққан кезде ой деп шығатын адам емес, шынымен мысықты жақсы көретін, ответственный адам болса, өтінемін маған дайректке жазыңыздар. И қазір ал енді қазір мына жерде бәлкім айтатын шығарсыздар, ой ерке, бізде квартирада тұрамыз, ничего страшного, бізде асырағанбыз деген сияқты. Былай айтайын, мен өзімнің ініммен бірге тұрамын. Басқа анда-мында көшу маған не выгодно қазір қаржылай жағынан болсын. Себебі мен қазір келесі жылға бір өте үлкен проектке дайындалып жатырмын. И ол проект бәлкім Қазақстанда болмайды. Мен по-любому сол кезде Қазақстаннан кетемін. И ол кезде мен мысықты өзіммен бірге алып кете алмаймын. Сондықтан қазірден бастап маған өте қатты бауыр басып қалмай жатқаннан лучше қазір болашақта өзімнің жақсы бір хозяинына берсем деген ойым бар. Білмеймін, сынайтын адамдар өздері сынай берсін, бірақ мен максимально тырыстым. Енді мен қолымнан келген барлығын жасап жатырмын, бірақ қазір уже бұл до конца бір тығырыққа